Құсбегілікпен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Тарихи деректерге қарағанда құсбегілік өнері бұдан 3000 жыл бұрын пайда болған. Орта ғасырлардағы итальян саяхатшысы Марко Полоның жазбаларында Құбылай ханның саятшылық мақсатта қолға үйреткен 500 ақсұңқары және басқа да қыран құстары болғандығын, және оларды баптап күтуге арнайы 10.000 құсбегі ұстағанын жазады. Орта ғасырларда Орталық Азия мен Қазақстан, Қырым, Еділ бойын билеген патшалар мен хандар да өз сарайларында арнайы құсбегілер ұстаған. Олар сарай қызметкерлерінің құрметтісі саналған. Сондықтан да хандар сарайындағы құсбегілік қызметке тек ақсүйектер, бектер, әмірлер тағайындалған. Кейбір тарихи деректерде Шыңғыс ханның ұлы Жосының 3000 бүркітші ұстағаны туралы жазылады. 3000 қыран деген ауызға нәрсе. Оны есепті көрсеңіз, оған қанша жем, қанша күтім, қанша адам керек десеңіз. Бірден бапкер болатын болса, оның бірден атшысы болатын болса, 5-6 мың адам емес пе? Егер хан саятқа шығатын болса, ол ханды қорғайтын, ханның аяласындағы уәзірін, анамынасын қорғайтын адамдардың өзі де 5-10 мың болуы мүмкін. Хан бір рет салбұрынға шығатын болса, бір 20 мың адам қозғалуы мүмкін. Ал ол дәстүрді біз тарихта ғана қағаз бетінен анда-санда көреміз. Ал бүгін бізде халқымыздың арасында мұндай ұғым көшіп бара жатыр. Жоқ. Анау Құбылай хан дейді, кімнің, Шыңғыстың Құбылай хан дейтін баласы 9000 қыран ұстаған екен айналасына. Ол тіпті үлкен дүние. Біз оның барлығын бірде мақтаныш жағынан қарасақ та, екінші жағынан қайран, байлық, қайран, әдет салт жоғалтып алдық-ау деген өкініш екінші жағынан жылтыңдап тұрады. Біз осындай үлкен тарихқа иеміз. Құсбегілер тарихы дейтін өте ұзақ, аңшылар тарихы дейтін өте ұзақ. Біз егер мұнаны дұрыстап құралсақ, осы ауылда, осы Сөгет дейтін жерде осының шаңырағы көтерілсе, бүтін тарихымызға айғайлап шықса, біздің құрған шаңырағымыз өзінің күшіменен, өзінің біліміменен, талантыменен халыққа танылса, біз бірнеше дәстүрді қайтадан қалпына келтіруге мүмкіндік табамыз. Аңшы құсбегілер елінің қамын жеп саяткерлікпен 60 үйлі арағын, 90 үйлі тобырын құс етін беріп асыраған. Еліне жау түйсе еңгіреп шығып, елін жерін қорғаған батырларымыз баршаға белгілі. Сол құсбегілерді көзбен көрген қарияларымыздың әңгімесіне құлақ түрелік. Аға, бүркітті қанша жыл салдыңыз? Ой, бүркітті көп салдым-ау, отыр салдым-ау. Қанша жыл? 50 жыл. Бүркітті көп салдым-ау. Бүркітті енді әдерлегі қинау менен бүркітке түстім ғой. Ой, Ақбалақ деген бүркітім атымды шығарып берді ғой. Қай жерден алдыңыз ол бүркітті? Сол Ақбалақты осы мына Ортатаудың бүркіті еді ғой. Ортатаудың бүркіті еді. Содан қашып кеп мына тап ана суды бекіткен жердің үстінде Зауытасқа туған екен. Сол Зауытастан жерден беріп, пұл не olmay соны алдырып, соны жағыз бала бар екен, соны әпеп деп, сол пұлмен соны шығарып алып, сол жануарды көп баптым. Алматыға... Қасқыр алды ма соныңыз? Алды ғой, Алматыға мен айтқанымен өтірік қылып, 2 қасқыр алдырдым тұрда. Алматыға шақырып барды ғой, сонда тазы жинапты. Тазы аламай, сонда менің бүркітім алды ғой соны. Мәна бер қарқып тастадым. Ипподромда 2 рет қасқыр алды. Сонан кейін мына Жапоннан келді ғой, бұл қазақтың бүркіті кішкентай нәрсе қасқыр алады дегенге. Біз сенбейміз деп. Сонан мына келген осы төңіректен мына Алматыдан жаңағы Әбілқақ бастатқан өшерден 9 бүркіт жинадық. 9 бүркіт жинап мына тауға шығып. Қай ай өтеді? Осы мына Нұрада. Жоқ, қайсы ай?
шығып тұрғанымыз. Декабрь айында. Декабрь айында. Ал декабрь айында соған шықтық. Сонан Жапонның мына киноға түсіретіндеріне ат дайындап бердік қой. Киноға түсіретіндер бізге ілесе алмай қалып қалды. 94 жыл. Иә. Қалып қалды да біз жеке-жеке кеттік. Сонан Сәрсенбек екеуміз қатар келесек алдымыздан Қасқыр шықты ғой. Сонда бірінші енді жасымыз үлкен өшіретсіздікі дедік, ол кісі қойы берді. Бүркіт барып алмады, қанатпен қағып ар жақ қарсы өтіп кетті. Сонан кейін мен томағасын алсам ұмытылды ғой. Сонан кейін бір ана бүркітке ұмтылып тұрма деп бүркіт алатын бұл. Соң ұзағаннан кейін мен енді бүркітке салам, сіз маған көмектесіңіз. Артымызда 17 адам бар. Бәрі қалып қалды, бәрі келеді. Сен қалма, мен барам әзі деді. Сонан бір сайда асып кетті. Сонан мына жағында кезеңге шықсам, тура сол сайда екеуміз жақын айқасып қалдық қой Қасқыр. Кеп қалған екен менің астым. Соны томаған жұлып алғанымда Қасқыр айғайды салдым, қайта қашты. Өзекті мынандай қапталға шыққанда осы оң жағынан барып сыпырды ғой. Сол ар күретіп екеуі алысып ардаға түсті. Ардаға түскенде мен де жеттім. Бар қолымда пиялай менен қамшыдан басқа құрал жоқ. Оған үлгірмейді. Оған үлгір барсам бүркіт жыға алмайды. Тұмсықпенен осы кеңірдектен буындырып алған екен. Бүркітте екі аяқпен кезек ұрады. Енді әрине, ұрып жатыр. Соны ойбай деп артыма қарасам ештеме жоқ. Жаңа Сәрсенбекте жоқ. Соны болмады, бүркіт әлсіреп барады. Өзі қайыруда тұрған құс. Соңғы екі зөңгіден аяқты шығарып жіберіп аттан қарғыған күнше бірақ қарғып мен деп үстіне. Аттың. Қасқырдың үстіне. Сонда ар етіп бүркітпенен маған ауыз салмақ болды ғой. Сонда бүркіт аузын жібермеді. Сонан кейін мына қолда пиялайды, сонан кейін мына қолменен құлақтан алдым ғой. Құлақтан алып, үстіне мініп. Сонда бүркіт екеуміз көтере тұрады әлі. Сол пышақты мына Сейітжаннан әбден бұлай шыққанда сұрап алып, оны мына қалдамасаларым ба? Мына құлақта қалды, онан оны алсам, сетпес ашылмайтын қой екен. Енді қайт. Тістеп ашамайды. Дір-дір етем, бүркіт тұмсықта. Сонда мұның сүйегін, мына қабырғасын сындырам деген ой кеп, мына тіземмен екі жүрсам, тізем ауырып қалды. Сынбайды екен. Сонан өліп талып жан керек екен, пышақты ашып, өкпеге салдым ғой. Өкпеге сап өлтіріп, қарасам айырылмай тұр. Сонан жаңағы қорылдып жаны шығайын дегенде бүркіт екеуін тастадым, бүркітте жатты қисайып. Аяқты ажыратамады. Сонан енді атты айдалада қалам мен. Ат бетке шығып барады. Сонан жүгіріп барып атымды ұстап бұтаға байлап. Сол 16-17 адамнан бір адам жоқ, кеш болып сонша алысып 2 сағат. Сонан ал енді мұны атқа бөктерейін десем, ат жақын жолатпайды. Иісінен үркіп, өзімді сүйрейден екен. Шошынады ғой. Қасқыр ғой. Сонан кейін енді істеймін. Әбден терледім, тоңды шештім. Бүркітпен қасқыр жатыр анандай жерді. Анда-санда чоқып қояды терісіне. Сонан кейін чылбырымды алдым да 2 аяқты қосып түсіп, чідерді салдым атқа. Сон бүркіттің томағасын сап бұлай шығарып байлақ қойып, қасқырды аттың алдына олай лақтырдым бұлы. Ары беріп, әлгі жығылып, терлек ұзын дірілдеп тұрады екен жылқымыз. Сонан атқа сөнен кейін әрен көтеріп салдым ғой. Көтеріп салып, бөктеріп, 2 қолынан алдың қанжығадан тартып байлап, сөнен кейін артқы аяғын шығарып, чешіп, бүркіт анандай бетке тоным орадым да қойып қойдым. Аттың үстінен еңкейіп біліп алатындай. Сонан кейін жаңағы аяғын чешсем тағы мінгізбейді. Сонан кейін аттың үстінен мініп алып, чешілетін ілмектеп қойдым ғой. Атқа мініп алдым да, үстінен тартып чешіп алдым да. Сонан кейін ары бері жүріп кеп атты, бүркітті іліп алып. Соны кесем осы мына ауылдың қасына, мына төбеге иіріліп тұрып. Сонда жапондарыңыз жаңағы бүркітті құшақтап бетіне сүйіп кетті ғой. Мынау кішкентай біз осыған сенбеуші едік міне. Көзіміз көрді. Не деген керемет қасиетті құс бұл. Бұда не деген күш мынада. Соң маған сұрақ қояды, қанша адамның күші бар мынаны деп. Мен қанша адам күшін зерттеген жоқ. Мен академик наук емеспін. Бірақ мына бір тұрнағын бір жігіт жаңағы қысып отырғанда ажыратамайсың. Мен соны білем. Дедік, сол
қауіпті бүркіт сап жүргендегі ең бірінші қиналғаным да, жаңағы қорқыныштысы да, қызығы да ең сол бәрі ішінде сол. Қансонорда бүркітші шығаданға, тастан түлкі табылар аңдығанға, жақсат пен тату жолдас бір ғанибет, ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға деп Абай жырлағандай, аңшының киімі ыңғайлы болған абзал. Құсқа арнайы тігілген қонышы ұзын саптама етік, қолына жеңі өте ұзын, икемді жеңіл биялай киеді. Мына биялай дейді, бүркіттің ұстау үшін арнайы тігілген терден, сиырдың терісінен. Мынау мүйіз. Түлкі алғанда түлкінің құлағына салып өлтіреді мынаны. Көрдіңіз бе міне? Мына мүйіз. Осы жерде осы байланатты өсіп жүреді міне. Ал енді мынаны балдақ дейді. Мына атқа мінгенде алып, міне бүркітті мынаның үстіне қондырып былай алып жүреді. Мына қол талмас үшін балдақ өте қажет міне. Осы мынаны әртүрлі ағаштан жасалады. Бұны арнайы неше түрлі қылып жасауға болады міне балдақты. Мына томаға, мұны енді бүркіттің ең қажет нәрсе. Бұл көрінген ұша бермеу үшін жасалады. Мен мына үш жердегі 15-16 бүркіттің барлығын мен жасаймын. Мына томаға, пиялайын, балдағын, томағасын, мына аяқ бауын, құсқалтасын. Ал енді мынаны соғы деймін. Мынау құмайдың қанатынан, өлген бүркіттердің, ірі құстардың қанатынан алып жасалады міне. Не үшін пайдаланады дедіңіз? Мынаны бүркіттің аузына тығып, аңға шығарда еті көтеріңкі болса, шай, су құятын нәрсе түтік дейді. Мынаның ішінде жем сақ қоямыз әлгі. Тамағы ғой бұл. Тамағы, бүркіттің тамағы міне. Мынандай түлкінің аяғы, ет. Мен соны саламыз да, мына қалтамызда жүреді жанымызда. Мына белдікте жүреді, постоянно. Белге байлайсыз. Белге байлайсың, белге іліп қоясың, анан сол ілгенмен жүреді. Ал енді аяқ бау, жаңа басқа дүниелер ана бүркітте әзір көрсетеміз енді. Мына жаңада міне біреу аяқ бауды көрейін деп жатыр міне. Мына 8 өрім әйбәт түседі мынау. Аңшылықта ең қызығы ол қыранның шүйілгені. Бұл жолғы олжада қоян да түлкі де болды. Саятшы әдетте аңға итін айтақ деп қосса, құсын осылай кеу деп көздейді. Құсбегі құсты балапан кезінен бастап баулайды. Қыран құстардың ұябасарларын ұстау тиімді. Өйткені ұябасар өжет әрі қайратты болып келеді. Құстарды баптап үйрету аса төзімділікті қажет етеді. Әбден бабына келтіріп үйретілмеген құс аңала алмайды. Қыран құстарды үйреткенде аяғына балақбау мен шыжым тағып, көзіне томаға кигізеді. Алдымен шыжыммен ұшырып, қайруы жеткен соң семіртіп түлетеді. Мұнан кейін құсты ақжеммен асырап, бос керілген арқанға қонақтатып, ұйқысын алып арықтатады. Жеңіл ұшып, жеңіл қонатын күйге келгенде аңға салады. Құсбегілер қыран құстардың түсіне, қауырсынының ерекшелігіне, түр тұлғасына, сүйек бітімі мен келбетіне қарап, жеке тектерге топтастырады. Өте ауыр болады бұл. Жаңағы мен ұстағалы 2000 жылдан бастап ұстадым бұны. Мен үлкен кісі аталарымнан үйрендім. Біздің үлкен әкелеріміз жаңа ауылда бүркітші болған. Жаңа ауылда әлі тұрады осы күнге дейін. Сол кісілерден көріп сөйтіп 2000 жылдан бастап жаңа бүркіт ұстап содан үйрендім. Бұдан бұрын бір алғашқы бүркіт болған. Жаңа үйренуге мен әбен ақсақалдан алған. Сол кісі берді де содан үйреніп жаңа кішкентайдан бастап.
Соны ол кісіні өзіне қайтып алды, өзіне қайтып берді. Мынаны былтыр Иманқожа деген ақсақал маған осыны былтыр жазда берді, көктемде ұстаған. Биыл 1 жасқа келеді. Жаңағы бұны ең алғаш қолға үйретесің өзіңе, ұядан ұстаған. Ол кісі сол ұядан ұстап алып келіп, маған берген, сыйлағаны. Артымызда қалатын сенсің деп. Содан міне биылғы жылы міне 1 жыл болады ұстаған. Оған әдейін 1 жасқа толды биыл. Солай ең алғаш бастап жаңағы бұны ең бірінші қолға үйретесің, тамақты қолдан беріп, сөйтіп үйретіп, қолыңа өзіңі сипалап әбден. Өзің әбден үйренгеннен кейін барып, жаңа шырға деген болады, терісі. Аңның терісі, түлкінің терісі. Соны сүйреткізіп, соған ет байлап, жаңа бірінші соған түсіріп үйретесің. Соған әбден түскеннен кейін бастап, жаңағы тірілейсің бұны. Түлкі ұстап, тірідей түлкі. Соған жібересің де, соған бірінші аузын байлап, түлкінің қауіпті екенін кішкене білсін деп. Аяғын байлап, аузын бос жіберіп, кішкене. Соңын түсіресің. Соған түскеннен кейін бұл жилет жейді, содан үйренеді жаңаңға түсіп. Орта ғасырда құсбегілік өнері көшпенділер арасында тоқтаусыз дами берді. Себебі ең алдымен саятшылық көшпенділер үшін тіршіліктің өзекті бір саласы болып келген. Сондай-ақ ол әскери жаттығудың, шынығып шыңдалудың тамаша бір үлгісі болған. Мынандай табиғаттың аясында өздеріне жақын ортада осындай құс ұшырып аң жүгірту дәстүрімізді қайта жандандырдық. Көрсін, басқа ел көрсін, жер көрсін, біздің осындай ата-бабамыздан мұра болып қалған әдемі дәстүрлеріміздің бар екенін. Спорт түрі болсын, өнер, бұл өнер, бұл кез келгеннің бойына бере білетін қасиет емес. Құстың тілін таба білу, құспен сөйлесе білу, оны баптай білу, бұл екінің бірінің қолынан келетін шаруа емес. Бұл жерде шынында бұның керемет құпиялары бар. Міне сол құпияларын біздің аталарымыз осы құсбегілікпен айналысқан. Бүгінгіде мысалға республикамызда 78 бүркітші бар екен. Республика бойынша. Соның 55-і 60-тан асқан кісілер. Көрдің бе? Қалғандары ғана 20 мен 40-тың арасындағы жігіттер. Демек, сол жаңа 60-тан асқан ағаларымыздан, аталарымыздан жастарымызға осы өнерді, осы қасиетті өнерді алып қалуымыз керек. Мақсат сол болады. Жалпы аңшылықтың қай түрі де кеңпейілдік пен жомарттықты, әділдік пен ақиқаттықты, ғибратты қажет етеді. Құсбегілік өнерде де сондай қағида бар. Сондай-ақ саятта құсбегінің ниеті ешқашанда тарылмау керек. Құс алған аңды сұраған, қалаған адамға еш тосылмай қанжығасына байлау құсбегілік өнердің жомарттығын, асылдығын